Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін сіздермен біз экологиялық құқығымыздағы 9-шы дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жердің құқықтық жағдайы және оны қорғау. Бүгінгі дәріс бойынша өтілетін мынандай сұрақтарымыз бар. Бұл Қазақстан Республикасы жерінің жалпы жағдайы, сипаттамасы және оны құқықтық қорғау, және Қазақстан Республикасының жер қорының түсінігі, оның құрамы, жерді қорғау объектілерінің құқықтық қатынастар мен басқа объектілер мен субъектісін қарастыру. Яғни жалпы біз сіздермен осы жер қоры туралы айтатын болсақ, қазіргі кезде осы жердің өзін аталған стандарттарына қарай әрбір Қазақстан Республикасында жалпы сіздер жер деген кезде қандай түсінік аласыздар? Мысал, Қазақстан Республикасының жер қоры бұл мемлекет меншігіндегі, оның аумағында түгел қамтитын жер шарының құндылықтарының бір бөлігі ретінде танимыз. Қазіргі кезде Қазақстанның жер бедері палеогеографиялық дамуының талай ұзақ кезеңдерінен кейін теңіздік, континенттік жағдайларын орнына ауыстыратын, климаттың үнемі өзгеріске ұшырай отырып пайда болатын, болмаса қозғалыстардың нәтижесінде қалыптасқан жерді айтуымызға болады. Республиканың орталық бөлігінде болған бұл бүкіл тау жүйелері немесе полиогенездік жақтан қарқынды дамыған компоненттермен ылғи толықтырылып отыратын осы жердің барлығын біз жалпы жердің өзіндік Қазақстанның қазіргі жер бедеріне жатқызуымызға болады. Қазақстан Республикасының жер кодексінің 1-ші тармағында 1-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасында жер қорын сан мақсатында мынандай санаттар қарастырылады екен. Ол 1-ші ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер, 2-ші яғни бұл елді мекендер, қалалар, ауылдардың елді мекендердің жері, 3-ші өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жері және өзге де ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған жерлер. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жері, сауықтыру мақсатындағы тарихи маңыздылығы бар мәдени мақсаттағы жер. Сонымен бірге орман қоры, су қоры және босалқы жерлер. Жерді осы мақсатта пайдаланудың өзі, мысалы, сіздердің өздеріңіз меншіктеріңізге де байланысты айтылады екен. Но жерді осы аталған санаттарға жатқызу, сондай-ақ жерді оның нысаны, мақсатын өзгеруіне байланысты, басқа да бір санаттарына байланысты ауыстырып мемлекеттік органдарға құқылы. Жер кодексінде және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген жер учаскелерінің алу, қою, беру, осы жөнде құзыреттілік өз шегінде іске асады. Қазақстан Республикасындағы жер қатынастарын жер кодексі және соған сәйкес қабылданған басқа да Қазақстан Республикасының заңдық актілері реттеп отырады. Жер адам үшін ғана емес, ол қоғам үшін де тек экономикалық қажеттілік емес, ол табиғаттың басқа да объектілермен бірге пайдаланылатын, немесе ол экологиялық мәнге ие деп айтуымызға болады. Жер барлық табиғи ресурстарды біріктіре отырып, оларға табиғи ортаны пайдалануға, иеленуге басты жағдай жасайтын мәселе. Сондықтан біз жалпы заңдармен жерді табиғи ресурс, Қазақстан Республикасы халқының өмірі мен қызметінің негізі ретінде сақтау, ұтымды пайдалану, оны бүгінгі күні қандай пайдалану дәрежесінде құқықтық біздің құқықтық дәрежеде қандай пайдалану біздің құқығымыз бар, осыны айтуымыз мысалы бүгін әбден болады. Жер қойнауының ұғымы кең байлығы, ол өте кең мағынада. Кең мағынадағы мысалы жердің қойнауындағы ең маңыздысы ол мысалы кең болып табылады. Ал кең байлығы кең, яғни жердің кең байлықтары бұл байлығы мен бағалылығы, пайдалылығы, қазба байлықтары мемлекеттің әлеуметтік экономикалық жағдайларына, өнеркәсіптің өндірісіне, ұлғаюына көрнекті орын алып отырады. Сондықтан республиканың кең байлықтарын неғұрлым халқымыздың игілігі үшін толығырақ пайдалануымыз және сонымен қатар Қазақстан Республикасы азаматтарының мүдделері үшін пайдалану бұл біздің негізгі мақсатымыз болып табылады екен. Қазақстан Республикасы азаматтарының мүддесі осы мақсатта қарастырылатын және жұмсалатын болатын болса, біз жалпы осы қорда, яғни
жер пайдалану туралы мінекей бүгінгі лекциямызда, бүгінгі дәрісте мен сіздерге мінекей ұсынып тұрмын. Осы жер кодексі, қоршаған орта туралы кодекс, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі, осының барлығы бүгінгі тақырыбымыздың қайнар көзі болып табылады. Әрине, әрбір дәрісте ұсынылған құқықтық нормативтік актілер, кодекстер, осының барлығы біздің негізгі сүйенетін нормативтік құқықтық жаңағы нормаларымызды ретінде тани алады екенбіз. Қазақстан Республикасының мүдделерін және оның табиғи ресурстарын қорғау, жерді пайдалану мен оның заңдарының міндеті осы қорғау болып табылады. Сонымен қатар жер қойнауын тиімді пайдалану және қорғау, жер қойнауын пайдалану мүдделерін қорғау. Мысалы, біз сіздермен меншік ретінде жерді алатын болсақ, сол жерді пайдалану құқығы сіздерге не арқылы қарастырылады? Әрине, заң арқылы қарастырылады. Оған сіз Қазақстан Республикасының азаматының белгілі бір дәрежеде құқықтық айталық рұқсат арқылы, немесе белгілі бір дәрежеде ол даму процесіндегі пайда болған нормалар арқылы, немесе сізге сол берілген заңдылықтардың шаруашылық жүргізудің барлық нысандарына бірдей даму процесінде пайда болған заңдылықтарға сүйенеді екенбіз. Біз жалпы жер қойнауын пайдалану қатынасында осы заңдылықтарды күшейте отырып, соны орындау мақсатында іске асырамыз. Ал заңдылықтар күшейте отырып орындау дегеніміз бұл белгілі бір заңдылықтарға бағына отырып іске асыру. Жалпы жердің өзіндік ерекшелігіне қарай отырып, мысалы біз жерді құқықтық қорғау дегеніміздің өзіне тиімді, ол жерді тиімді пайдалануға, жерді негізсіз ауыл шаруашылық айналымынан алып қоюға, заңды зиянды әсер етуден қорғауға, сонымен қатар жердің құнарлығын арттыруға бағытталған құқықтық ұйымдастырушылық, экономикалық және басқа да жүйесі ретінде танылады екенбіз. Жер қоры бұл мемлекет аумағындағы бүкіл жер құрамын айтамыз. Мысалы, Қазақстан Республикасының жер туралы заңына сәйкес, осы жер қорының мақсаты мынандай санаттарға яғни бөлінеді. Егер оны біз сіздермен атап айтатын болсақ, бұл жаңағы айтып кеткен ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға жарамды жерлер, елді мекендер, мысалы ерекше қорғалатын орман, су қорлары, сонымен бірге босалқы жатқан жерлер. Дәл осыны жаңа мен сіздерге дәрістің басында айтып кеттім. Неге? Осыған біздің жаңа Қазақстан Республикасының жер туралы заңында негізгі мақсат немесе негізгі міндет ретінде ұсынылып отыр екен. Так, жер құқығының қатынастарының дамуы мен объектілер, субъектілері әрине міндет түрде ол, яғни ерекше бөлімінде жер туралы заңның айтылған бұл ауыл шаруашылығымен мақсатындағы жерді, елді мекендердегі жаңа өнеркәсіп, көлік, басқа да мақсаттарда пайдаланылатын жерлердің өзіндік атқаратын рөліне байланысты. Жер құқығының негіздері, яғни қағидаттары, бұл Қазақстан Республикасы аумағының тұтастығында қол сұғылмайтындығы және бөлінбейтіндігі туралы айтылған екен. Сонымен қатар табиғи ресурс ретінде Қазақстан Республикасы халқының өмірі мен қызметін реттеу сақтау, жерді қорғау мен ұтымды пайдалану, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жердің нысанды пайдалану, ауыл шаруашылығы мен мақсаттарына жердің басымдылығы, сонымен бірге жердің жай-күйі мен оған қолжетімді туралы ақпараттар қамтамасыз ету, жерді пайдалану салдарынан, яғни оны қорғау жөніндегі мемлекеттік қорғау нәтижесі, сонымен бірге жерге залал келтірмеуін бақылау, оның зардаптарын жою, жерді ақылы пайдалану. Міне осы айтылған талаптардың барлығы айланып келген кезде бүгінгі жерді қорғау мен жерді қорғау мақсатына арналған негізгі бағыттар болып табылады екен. Әрине, әрбір айтылған талаптар немесе мақсаттар өздерінің өзіндік көзқарастарын мысал қалыптастырады. Егер біз жеке тұлға ретінде жерді пайдаланып, жеке тұлға ретінде осы жерді пайдалану құқығына ие болған жағдайда осыны іске асыратын болсақ, мысал біз жеке өзіміздің белгілі бір дәрежеде қандай құқықтар мен міндеттеріміз пайда болатындығына тоқталамыз. Мысалы, меншік иесі ретінде сіз осыған құқылысыз.
белгілі бір жерді алып, оны өз еркіңізде пайдалану, өзіңіздің қалаған шаруашылығыңызбен айналысу, өзіңіздің қалаған кәсібіңізбен айналысу, міне осы жердің жалпы өзіндік ерекшелігін қалыптастырады екен. Әрине, ол жер құқығының негізгі міндеттері болып табылады. Сондықтан біз оған байланысты Қазақстан Республикасының заңдарына жүгініп отырады екенбіз. Бұл бір жағынан учаскелік меншік немесе жер пайдалану құқығын дамыту, онымен бірге өзгеру, оны толықтыру негіздеріне сүйенетін болсақ, екінші жағынан шартты құқықтарымызды орындау. Мысалы, белгілі бір жерді пайдалану құқығы, тұлғаның мемлекеттік меншігімен жер учаскесінің өтелусіз негізінде, шектеусіз мерзімге немесе белгілі бір мерзімге дейін иелену құқығын тудырады. Ал жерге билік ету құқығы бұл мемлекеттің Қазақстан Республикасының аумағындағы қамтамасыз етілген құқығына байланысты, сондай-ақ жердің және меншік иесінің өз учаскесінде қатысты Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес тыйым салынған мәмілелерден құралады екен. Мінекей Қазақстан Республикасында, яғни жер дегеніміз бұл Қазақстан Республикасының егеменді белгіленетін, егемендік шектегі аумақтық кеңістік, табиғи ресурс, жалпыға ортақ өндіріс құралы және кез келген еңбек процесінің аумақтық негізі болып табылады екен. Яғни бұл жер туралы кодекстің 12 бабының 14 тармағына сәйкес айтылғандығы. Жерге меншік құқығы және өзге құқықтар жүзеге асырылып отыру салдарынан, мысалы, біз осындай белгілі бір құқықтарға ие болады екенбіз. Қоғамдық, материалдық, мәдени және басқа қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін шаруашылық, өзге де қызмет процестерінде пайдаланылатын, осы пайдалануға құқылы белгілі бір құқықтық жер ресурстарын құрайтын аумақтарды, мысалы, біз меншік иесінің құқығында деп түсінуге болады. Ал жер туралы мәмілелер жүйесінде мемлекеттік кадастрдың құрамдас бөлігі ретінде жер кадастры аталынады екен. Яғни, жер құқық қатынастарына қатысушылардың құқықтық міндеттеріне мынандай мазмұнға тоқталуымызға болады. Ол жерге меншік құқығы жүзеге асырумен байланысты қатынастар, жерге меншік құқығынан тудыратын өзге де құқықтық қатынастарды асырмауына байланысты қатынастарды айтамыз. Осының өзі жалпы алып келген кезде жер құқығының өзіндік ерекшелігінен байланысты пайдаланылатын құқықтардың дәрежесі ретінде танылады. Ал қазір жер туралы мәмілелер жүйесі мемлекеттік кадастр мен құрамдас бөлігі ретінде жер кадастры ретінде тіркеледі екен. Ол сервитут дегеніміз бұл бөтен жер учаскелеріне шектеулі мақсатта пайдаланып, оның ішінде яғни жаяу өту, көлікпен өту, немесе қажетті коммуникацияларды тарту, пайдалану құқығын айтамыз. Кондоминиум бұл жылжымалы мүлікке меншік иесіне ерекше, сонымен бірге нысанда басқа да реттелетін жылжымалы мүліктің жекеленген бөліктері салдарынан пайда болатын заңды тұлғалардың бөлек меншік ретінде болуын мысалы айтуымызға болады. Осының барлығы айланып келген кезде біздің мемлекеттік құқықтың пайда болуы салдарынан жер меншігінің мемлекет құқығының құрамдас бөлігі ретінде танылуы екен. Мемлекеттік жаңағы заңдылықтарға сәйкес жердің өзіндік қорғалуы немесе өзіндік ерекшелігін айтатын болсақ, бұл жер кодексінің 26 бабының 5 тармағында нормаларды атауға болады. Оған сәйкес мемлекеттік меншік ретінде жер учаскелерінің меншікте бола алмайтындығы, сонымен бірге азаматтардың өзіндік мемлекеттік емес заңды тұлғаларға меншікке беруге құқылы екендігі және сонымен бірге осы құқықты пайдалана отырып белгілі бір нәтижені күтетіндігі ретінде тануға болады екен. Мемлекеттік жердің меншік иесі ретінде мемлекет міндеттерінің Қазақстан Республикасының Конституциясында мемлекеттік басқарудағы негізгі нормасы ретінде әр органның міндеті ретінде жер кодексінің, яғни 2001 жылғы 18 қаңтарда жердің жергілікті басқару туралы заңына байланысты қабылданған жер кодексінің өзгешелігінде былай деп көрсетілген: мемлекеттік жерге меншік иесі ретінде құқықтарын жер кодексіне және Қазақстан Республикасының өзге заңдылық актілеріне
құзыреттіліктеріне қарай өзгертіледі делінген екен. Әрине біз осы өзгертулерді немесе соған байланысты белгілі бір құқықтық нормативтік актілерді қабылдаған кезде уәкілетті мемлекеттік органдардың мемлекет билігінің функциясына келесі нысандарына қарай жүзеге асыруға ойлаймыз. Бұл жер учаскесін беру, табыстау, сатып алу Қазақстан Республикасының жер туралы кодексінің 27 бабында жер учаскелесін мемлекеттік қажеттілігіне үшін пайдалана ала отырып, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою. Бұл Қазақстан Республикасы жер кодексінің 84 бабында көрсетілген. Мақсаты бойынша пайдаланбаған және Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғанын пайдалана отырып, жер учаскелеріне меншік учаскесін немесе меншік иесі ретінде жерді пайдаланудан алып алу Қазақстан Республикасының жер кодексінің 92-93 баптарында атап көрсетілген екен. Сонымен қатар, төтенше жағдай кезінде жер учаскесін уақытша алып қою. Бұл да Қазақстан Республикасының жер кодексінің 94 бабында көрсетілген. Радиоактивтік ластауға ұшыраған жерді меншік иесінің құны тең басқа жер учаскесін бере отырып алып қою. Бұл да осы кодекстің, яғни 81 бабының 4 тармағында көрсетілген. Енді тәркілеу, әрине бұл да Қазақстан Республикасының жер туралы кодексінің 95 бабында көрсетілген. Неге мен бұл баптарды жер кодексындағы атап айтып отырмын? Өйткені осының барлығы қазіргі кезде сіздер мен біздің ортамызда күнделікті кездесіп жатқан жер туралы даудың негізгі өзегі болып табылады. Біздің әрқайсымыз мемлекеттен меншік ретінде пайдаланатын осы жердің нәтижесін көре отырып, немесе сол жерді пайдаланған кезде қандай құқық бұзылмаушылыққа баруымыз, болмаса қандай жағдайда біздің құқығымыздың бұзылғандығы, құқық бұзу салдарынан қандай өрескел әрекеттердің пайда болуы, міне осы талаптарды айтады екенбіз. Жалпы енді біз сіздермен қарап отырсақ, осы жер туралы заңның барлығын әрбір Қазақстан Республикасының азаматы біліп отырса, өздеріне ақпарат ретінде қарап отырса, бұл артық әрине болмас еді. Сол сияқты Қазақстан Республикасының Конституциясында әрбір Қазақстан Республикасының азаматы оқып білуге, қарауға, танысуға құқылы, тіпті міндетті деп те айтады екенбіз. Жер қойнауының су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар мемлекеттік меншікте болады. Әрбір меншіктегі, мысалы, қазба байлықтар болсын, мемлекет меншігінің пайдалы қазба байлықтар, тіпті жер қойнауынан шыққан қазба байлықтар болсын, осының барлығы мемлекет меншігінде екен. Егер біз белгілі бір дәрежеде жерді өз меншігімізге алып, оны пайдаланып, оны өзіндік жаңағы көзқарасымызбен белгілі бір өз еркіміздегі шаруашылыққа пайдаланамыз десек, дәл сол жердің қойнауынан шыққан қазба байлық ол мемлекеттік меншік. Сондықтан менің жерімнен шыққан байлық, мен белгілі бір дәрежеде соны пайдаланамын, тіпті болмаса мен құқылымын деген әңгіме әрине бұндай жерде туылмайды, өйткені заңның өзінде сол көрсетілген екен. Жер учаскелерінде Қазақстан Республикасы жер туралы кодексінің бөлінген негіздеріне сай шарттар мен шектеріне жеке меншікке де белгілі бір рұқсат етілген нормативтік құқықтық актілер болуы тиіс. Жер кодексінің 21 бабының 1 тармағына сай меншік құқығының мазмұны ашылады және сол жерге деген меншіктің мазмұны мен түсінігі жерге деген жеке меншіктің құқығындағы мазмұнын қамтитын меншік иесінде өз учаскесіне қатысты иемдену, пайдалану, билік ету құқықтарына ие болу құқықтары іске асып отырады екен. Осының салдарынан жер кодексінің Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделмеген негіздеріне, шарттарына, шектеріне сай, яғни меншік құқығын жүзеге асыру іске асырылады екен. Әрине жеке меншік пен мемлекеттік емес заңды тұлғалардың өзіндік меншіктеріне, меншік қатынастарында жер учаскелерін иелену, пайдалану, билік ету Қазақстан Республикасының 12 жер туралы кодексінің 12-ші, 28-ші, 31-ші баптарында және 32-ші баптарында
көрсетілген. Яғни осы тармақтарда көзделген жер учаскесін иелену, пайдалану, билік ету құқықтарының негізгі түсініктемелері ашып, анық айтылған. Осыған орай және осы жайттың барлық жер учаскелерінің жеке меншік құқығымен тығыз байланысты. Жерді иемдену, нарықтық уақытта пайдалану, жер учаскелерін иемдену құқығымен бірге жерді меншік иесінің жерді іс жүзінде иелену немесе жерді жүзеге асыру салдарынан қамтамасыз етілген мүмкіндіктерді пайдалана отырып іс-шара жасау немесе өзіндік меншігіне пайдалана отырып белгілі бір әрекетпен айналысу осы жер учаскесінің меншігіндегі үлкен құқықтық рұқсатнама болып есептелінеді. Бұл жерлерді жүзеге асырудың заңмен қамтамасыз етілетіндігінің мүмкіндігі. Жеке меншігі құқығынан оның мақсатты меншігі бойынша пайдалану, іс жүзінде пайдалану, оның түсінігі, сонымен бірге оның пайдалану құқығынан туындайтын құқықтар мен міндеттері Қазақстан Республикасының жер туралы кодексінің 64-ші бабында көрсетілген. Яғни бұл берілген анықтама жер учаскесінде және меншік құқығына қатысы жоқ, себебі бұл анықтама мемлекеттік меншіктің билік ету құқығындағы, яғни жеке меншік иесінің өз жер учаскесіне қатысты Қазақстан Республикасының заң актілерінде тыйым салынбаған мәмілелер арқылы жүзеге асады дейді. Жер кодексіндегі меншік иесінің жер учаскесіне қатысты 3 түрлі, яғни көзделген мақсаты болады. Мысал, сіздердің әрқайсыларыңыз жеке меншік құқығын іске асыру құқығы. Сонымен бірге жер учаскелерінің құқықтық принциптері, сонымен бірге жер учаскелеріндегі меншік иелерінің құқықтары. Жеке меншік құқығындағы жер учаскелерін жүзеге асыру құқығы бұл, яғни Қазақстан Республикасының жер кодексінің 12-ші бабында көрсетілген. Бұндағы айтылып отырған негізгі міндет жер кодексі менен Қазақстан Республикасы заң актілерінде өзгеше көзделмесе, жер учаскесі меншік иесі мемлекеттік органдарының қандай да бір рұқсатын алмай жер учаскесіне қалауынша иелену, пайдалану, оған билік ету құқығын іске асырады дейді. Енді біз сіздермен осы алдымыздағы өткен лекцияларда да пайдалану, билік ету, сонымен бірге жаңағы иелену құқықтарын айтқан болғанбыз. Осы иелену, пайдалану, билік ету құқықтары барлық құқықтың бағыттарында кездесетін жеке тұлғаның өзіндік құқығы. Ол сіздің сонау жаңа Конституциядағы айтылғандай адам дүниеге келген кездегі өзімен бірге туған құқықтарының бірі болып танылады екен. Өмір сүру құқығыңыз қандай, сізбен бірге өмір бақи жүретін құқығыңыз болса, осы иелену, пайдалану, билік ету, осы 3 құқықтың да өзіндік сізбен бірге ерекшелігі, бірге өмір сүретін ерекшелігі бар. Әрине, ол егер сіз жаңағыдай жеке меншікке жер алып отырсыз, жеке меншікте жерді пайдалану құқығын туындатып отырсыз, осы кезде ол тіпті өрбитін құқықтың түрі ретінде танылады. Әрбір меншік иесі ретінде танылған жер, мысалы, сіздің жер учаскелеріндегі меншік құқығы басқа адамдарға мәміле жасалған негізде ғана ауыстырылуы мүмкін. Ал қалған жағдайда жер учаскесінің меншік иесі осы 3 құқықтың иесі ретінде ешқандай жағдайда өзгертілмей, жер учаскелік уақытша пайдалану туралы шарттарының негізіне сүйене отырып, сізге пайдалануға беріледі екен. Жер учаскесін уақытша пайдаланудың өзі шарт жасау, жалдау шарты арқылы іске асады. Ол жалға алушының немесе ақысыз пайдалану туралы шартын Қазақстан Республикасының жер туралы кодексінің 25-ші бабына сүйене жасайды екенбіз. Жер учаскесінде құқық шектері деп, яғни бұл Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, жер учаскесіне құқық осы учаскеде шекараланған топырақтың үстіндегі қабатына, сонымен бірге
су айдарына, сонымен бірге екпеліге пайдалануға берілген екпелі дүние дейміз. Екпелі дегеніміз жаңағы сіз қандай да бір өнім түрін егі пайдаланасыз. Ол жерден өзі өспейді. Сіз тақыр жердің өзін алған кезде екпелі сезонный дейміз ғой. Мысалы, белгілі бір уақыт арасында оған бір дүниені егіп, соның нәтижесін көріп, белгілі бір дәрежеде соны өнім алу арқылы сіз өзіңіздің жеке меншік иесі екеніңіз көздеп отырып, соны іске асырасыз. Міне осының өзі жеке меншік иесінің өзіндік ерік түрінде іске асыру салдарынан пайда болған негізгі элементі ретінде танылады екен. Осы іске асу құқығының негізгі нәтижесі мінекей сіздің өз еркіңізде. Әрине жерді меншікке алып алып, бірнеше жылдар бойы ол жататын болса, немесе ол жерге айталық ешқандай дүние ретінде әрекет жасалмаса, немесе әрекетсіз салдарынан пайдаланыста қолданылмаса, онда оны мемлекет өз тарапынан алуға құқылы екен. Ол жеке меншік иесінде танылатын болса да, бірақ содан көріп отырған нәтиженің жоқтығы салдарынан жерді меншік иесі ретінде мемлекет тәркілеуге құқылы. Жер учаскелерінің меншік иелерінің құқықтарына сәйкес, яғни осы Қазақстан Республикасының 65-64 баптарында қолданылатын жер учаскелерінің иелерінің құқықтары мен бостандықтарында жер учаскесінің меншік иелері мен жерді пайдалану шарттарының кешенді құқықтары болып табылатындығын айтылған. Яғни, олар жер учаскелерде меншік иесі жерді пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану кезінде құқықтар мен міндеттерін қарастыра отырып, әкімшілік аумақтық бөліктерді бойынша жер учаскелеріндегі жеңілдіктерді, оның құндылықтарын нақты мөлшерін Қазақстан Республикасы үкіметінде міндетті түрде, яғни қарастырылып отырады екен. Белгісі ретінде тани отырып, меншік құқығын сатып алу, ақысыз толық төлеген тұлғаның, яғни меншігінде жерді қалтыру, тіпті жер учаскесінде тыйым салу, салынбаған мәмілелердің кез келген түрлерін жасауға құқылы екендігін айтуға мысалы міндетті екен. Бұл жер туралы кодекстің, яғни 64-65 баптарында көрсетілген. Бұның өзі мысалы неге байланысты? Бұл тікелей жер учаскелерін төлеу мерзімін ұзарту арқылы алған тұлғалардың учаскелік бағасын толық төлеуге дейін жаңағы сату, жалға беру, ақысыз пайдалану, шаруашылық мақсатында пайдалану субъектілерінің жарғылық капиталына салым немесе басқа да жарнама ретінде беру, осының барлығы жер кодексінде қарастырылып отыр. Әрине, жер қойнауын қорғау немесе жердің өзіндік жаңағы құқықтық ерекшеліктеріне қарай заңдылықтарға сүйену, осы жердің жағдайы менен оның қорғау иелігіне байланысты болып табылады екен. Жер меншігі ол өз түрлеріне қарай, мысалы біз жер меншігі өз түрлеріне қарай, әрине Қазақстан Республикасындағы меншік және жеке меншік деп танылатындығын айтып отырмыз. Енді ол бағанадан бері мысалы жеке меншіктегі жерді қандай жағдайда пайдалану дегеніміз, ол азаматтың өзіне меншік құқығын пайдалану құқығында туындаған құқықтарды, немесе сол құқықтардың іске асу салдарынан бүгінгі таңда пайда болған құқықтардың негізгі элементі ретінде танылады екен. Меншік құқығының субъектісі бұл Қазақстан Республика аумағындағы жерге меншік құқығының субъектісі ретінде танылу. Қазақстан Республика жер кодексінде белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жер учаскелеріне жеке меншік субъектісі азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалар, сонымен қатар жер кодексіне сәйкес белгіленбесе, бұл азаматтар деп Қазақстан Республикасы азаматтарын, шетел азаматтарын, сонымен бірге азаматтық жоқ адамдарды да ұғындыруымызға болады екен. Әрине, меншік, жер меншігі бұл тек қана Қазақстан Республикасы азаматтарына беріледі. Жер учаскесіне меншік құқығын табыстау, меншік құқығын беру, меншік құқығының әмбебап, яғни құқықтық мирасқорлық тәртібіменен, яғни ол мұраға қалдыру, заңды тұлға қайта ұйымдастыру, сонымен бірге ауыстыру арқылы
туындайды екен. Осының барлығын біз жалпы алған кезде әрине жер құқығындағы өзіндік ерекшеліктері деп танимыз. Ал жер құқығындағы өзіндік ерекшеліктері, мысалы осы меншік құқығын табыстау, беру, ауыстыру, немесе жер учаскелері нысандарының мақсаттарын ескере отырып, оны жүзеге асыру арқылы өзіндік құқықтарын белгілеу. Осының өзіндік құқықтарын белгілеудің өзі, мысалы жер учаскесіндегі негізгі туындаған мемлекеттік органдардың актілерін айтады екенбіз. Жер учаскесінде меншік құқығы осы негіздерді туындатады. Азаматтық құқықтық мәмілелер негізіне сүйенеді. Егер біз осы жер кодексіне өзіндік ерекшелікпен қарайтын болсақ, бұл азаматтық кодекспен тікелей байланысты. Осындай өзіндік ерекшеліктері бар. Азаматтардың заңды тұлғалардың жер учаскелеріменен меншігі жеке меншікке байланысты. Жер учаскелеріне қоспағанда мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншікке берілу жағдайлары да қарастырылған. Әрине біз жай ғана жерді айтқан кезде оның бүкіл осы жердің айналасында, жердің жан жағында, тіпті жердің мағынасында туындайтын бүкіл сұрақтарды қамтып өтуіміз мүмкін емес. Тіпті соның өзінде де осы Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке меншігіндегі фермер қожалығы, өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу, орман өсіру, бағбандық, жаңа бағана айтып қой, сезондық шаруалар деп, осының бәрі тұрғын үй, саяжай құрылысы, тіпті сондай-ақ құрылыстар, ғимараттар, осының бәрі меншік иесінің құқығы болып табылады. Бірақ мемлекеттік жаңа тұрғыдан қарайтын болсақ, мемлекет салдарынан немесе мемлекеттің алдында оның жауапкершілігі өте үлкен. Оның ішінде тұрғын үйлер, бұл құрылыстар, ғимараттар, олардың кешенді салуы, қожалық болатын болса, сол қожалыққа байланысты қосалқы шаруашылықтарды жүргізу, орман өсіру, бағбандық, жеке тұрғын үй, саяжай құрылыстар, осының бәрі меншік иесі болып табылады. Міне осы аталғанның барлығынан мемлекет өзінің меншік иесі ретінде таныған жер құқығының өзіндік ерекшеліктеріне байланысты жер кодексінің баптарына сай рұқсат етеді екен. Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғаларының жеке меншігінде тауарлы ауыл шаруашылығын өндіру, өндірістерін, орман өсіру, мысалы үйлер, құрылыстар, ғимараттар, сонымен қатар басқа да сәйкес қызметтерді көрсетуге арналған құқықтық нысандардың барлығын, яғни жер учаскелері болуында міндетті екен. Егер осылардың барлығы жер учаскелерінде тұратын болса, онда әрине белгілі бір дәрежеде өзіндік жер қорларын орындауға немесе сонымен бірге берілген рұқсаттарды орындауға міндетті болып табылады. Жер учаскелерінің меншігі немесе меншік иесі мемлекеттік органдардан қандай да бір рұқсатынан алмай, сол жер учаскелерін өз қалауынша пайдалану, иемдену, билік ету құқығын пайдалана алмайды. Себебі жер учаскелерінде пайдалана алмау құқықтарының іске асу салдарынан мемлекеттің өзіндік өзгертпейтін Қазақстан Республикасы заң актілеріне тыйым салған мәселелерін қарастыруға болады. Тіпті тыйым салынбаған дүниені іске асырып жататын болса, ол Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі арқылы іске асады екен. Жер учаскелеріне меншік құқығынан басқа адамдарға мәміле жасалған кездегі барлық ауыртпалықтар, яғни осы кодекс арқылы реттеледі. Бұның өзі жер учаскесінің меншік иесі, оның нысандар туралы шарттардың оны уақытша пайдалануға беруге құқылы екендігін ескеріп отыр. Сонда да Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жер учаскесін уақытша пайдалану шарт жасау шарты немесе жалға алу шарты, оны өтеусіз пайдалану туралы шарты, яғни бүгінгі күні өзіндік ерекшелігімен көзделеді. Және осы нысандар жасалады екен. Жерді мемлекеттік меншік, мемлекеттік билік органдарына, мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерде берілген қорғаныс қажеттіліктеріне пайдаланатын ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды алып жатқан сауықтыру, тарихи мәдени мақсаттардағы жаңағы жерлер, орман, су қорларының бәрі елді мекендегі ортақ пайдалануға берілетін
кенттер, мысалы, немесе ауылдық елді мекендегі жерлердің шабындық алқаптар, сонымен бірге жеке меншікке берілген шалғайдағы жайылымдар, басқа да жерлер мемлекеттік меншікте болады. Бірақ соның барлығы жеке меншік арқылы мемлекеттік өзіндік меншікті реттестіріп отырады екен. Мысалы, тіпті жеке меншік ретінде жалға алатын болсақ та, ол өзіндік ерекшелігіменен, мысалы, шектеу арқылы белгілі бір уақытта мемлекеттік меншікті мойындатып отырады. Мынандай жер учаскелері қорғаныс, мемлекеттік қауіпсіздік, мемлекеттік меншіктегі қорғаныс кәсіптерінің қажеттеріне, Қазақстан Республикасы шекарасына қорғау, күзету үшін, басқа да инженерлік техникалық құрылыстар, коммуникациялар орналасқан, кеден қажеттілігіне арналған жер учаскелер, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, орман қорының жері, су қорының жері, магистралдық темір жолдар жері, ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдары, жеке меншік үйлер мен ғимараттарға, оларға қызмет көрсету қажетіндегі жер учаскелері, елді мекендердегі ортақ пайдалануға аумақта орналасқан жер учаскелері жеке меншікте бола алмайды. Өйткені өзіңіз айтып өткендей, егер ол шекаралық жаңағы жердегі учаскелік болатын болса, немесе өнеркәсіпке арналған учаскелік жер болатын болса, тіпті болмаса айталық жаңағы жеке тұлғаларға салынған ғимараттар болатын болса, тіпті орман, су, тікелей мемлекеттік меншіктегі құқықтағы жер учаскелер болатын болса, біз оны жеке тұрғыдан қарағанда, яғни мемлекеттік меншікке бере алмайтындығымызды, жеке меншікке бере алмайтындығымызды айтамыз. Өйткені бұның барлығы мемлекеттік меншіктің көзі болып табылады. Әрбір жерді азаматтар, мемлекеттік емес заңды тұлғалар өз еркінде осы жерлерді пайдаланамыз десе, немесе жер учаскелерін пайдаланамыз десе, міндетті түрде әрине ол жер учаскелері мемлекет тарапынан беріледі, бірақ ол белгілі бір заңдылықтарға бағынуға тиісті екен. Әрбір заңдылықтың өзінің орындау, сонымен бірге соған жауап беретін және соған байланысты туындайтын, тіпті соның салдарынан белгілі бір дәрежеде жапа шегетін элементтерін ескеру керек. Неге? Өйткені әрбір берілген жеке меншік құқығында болсын, тіпті жердің өзіндік құқықтық қорғау жаңағы қабілеті болсын, осының барлығы мемлекеттің меншігінде болғандықтан біз оны өзіндік тұрғыдан қорғай білуге тиістіміз. Ал өзіндік тұрғыдан қорғай білу дегеніміз не? Ол жердің өзіндік жаңағы структурасын, жердің өзіндік қорын, жердің өзіндік жаңағы ерекшелігін қорғай отырып, баладан әкеден балаға қалдыру, мұра ретінде қалдыру. Ол бірақ мемлекеттік меншік ретінде танылады екен. Азаматтар емес және мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншігінде тұрған мемлекет қажетіне арнап пайдаланатын соңғы осы жайылымдар, шабындықтар, соған арналған ортақ пайдалануға берілген жолдар, соның ішінде шаруашылық, материалдық жаңағы өзіндік ерекшелігі бар мекемелер, немесе сол территориялар, мекенаралық маңыздылығы бар, ортақ пайдалануға жер учаскелерін арналған жолдар, жер учаскелер, немесе меншік иесі ретінде танылғанмен, бірақ мемлекет тарапынан қарастырылып отыратын территориялардың жер учаскелерінің барлығы, яғни мемлекетте өзіндік бірлесіп пайдаланатын, жаңағы суландыру арқылы пайдаланылатын, суландыру каналдары, су ағзалары, құдықтар, суат пункттар, осының барлығы жер учаскелері болып, мемлекеттік учаскелер болып берілмейді меншікке. Өйткені бұның салдары осы жер учаскелерінің тіпті өзіндік мемлекеттік тұрғыдан қарағандағы өзіндік ерекшелігіне байланысты екен. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, магистралды темір жолдар, ортақ пайдалануға автомобиль жолдары берілген магистралда құбылыстар, осының барлығы, яғни меншік иесі ретінде танылады екен. Ал меншік иесі ретінде
оған танылатын тек қана мемлекет. Жалпы енді біз осы жердің өзіндік құндылығын, тіпті жердің өзіндік ерекшелігін ескере отырып, мемлекет меншігіндегі жер учаскелері бірінші жеке меншікке сатылуы немесе өтеусіз берілуі, тұрақты немесе уақытша пайдалануға алу мүмкіндігі, жердің пайдалану құқығындағы заттық құқықтың пайда болуы болып табылатын болса, жер пайдалану құқығында тұрақты немесе уақытша иеліктен пайдалану арқылы шығарылған немесе шығарылмайтын, өтелу, өтеусіз алынатын, алынбауы мүмкін жерлер болып тағы да бөлінеді екен. Былай қарасаңыздар, бұл жер туралы заңның жай ғана бір үлкен құрамдас бөлігі ретінде танылып отыр. Ал жалпы біз жерді немесе жер туралы құқықты қорғау немесе соның салдарынан пайда болу нәтижесіндегі өте үлкен мәселелерді біз әлі қарастырып отырған жоқпыз. Өйткені ол өте терең, маңыздылығы зор дүниелердің бірі ретінде танылады екен. Енді біз бір дәрісімізде осының барлығын айтып шығу әрине мүмкін емес. Жерді пайдаланушылар мемлекеттік және мемлекеттік емес, ұлттық және шетелдік, жеке және заңды тұлғалар тұрақты уақытша бастапқы және кейінгі болып бөлінеді екен. Бұл жерде мән беріп кететін, мысалы, мемлекеттік емес, ұлттық және шетелдік деп отырмыз. Мысалы, біздің бір қорықтарымызды алып, сол жерге жаңағы меншік иесі ретінде танылатын жеке меншікті біз Қазақстан Республикасының азаматтары ретінде тануға тиісті екенбіз. Пайдалану құқығында бұл яғни жерді пайдалану құқығында табыстау, жер пайдалану құқығын беру, жер пайдалану құқығын әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртібімен ауыстыру, жаңағы айтқан мұраға қалдыру и так далее арқылы туындайды екен. Ал жер пайдалану құқығын табыстау, беру, оны ауыстыру жер учаскелерінде өте үлкен өзіндік ерекшеліктермен танылады. Мысалы, жерді пайдалану құқығының өзіндік ерекшелігіне тоқталатын болсақ, ол жерді пайдалану бірінші этапы, оны мирасқорлықпенен ары қарай беру екінші этапы, тіпті белгілі бір уақытсыз, белгісіз уақытқа дейін пайдалану этап бар, сонымен бірге мемлекеттің өзіне қайтару этаптары бар екен. Бұның барлығы өзіндік ерекшелігіне қарай дамитын заңдылық. Ал біз бірден мысалы бүгін пайдалануға алдық, ертең оны мирасқорлыққа, одан кейін оны заңсыздыққа, тіпті қайтарымға деп айта алмаймыз. Осының өзі белгілі бір құқықтық жауапкершілікті уақыттың өзінің өткеннен кейін ғана танылатын немесе туындайтын элемент ретінде ғана іске асады. Біз өз өмірімізде тіпті өзіміздің бүкіл әкеден балаға мұра ретінде қалатын кезеңде дәл осы заңдылықтың басынан аяғына дейінгі өтетін этаптарын біз қамти алмаймыз. Өйткені соның өзі бірнеше кезеңді талап етеді екен. Жерді пайдалану құқығы мемлекеттік органдардың актілерінің, азаматтық құқықтық мәселелердің негізінде Қазақстан Республикасы заңдарында көзделген өзге де заңдылықтар арқылы туындайды. Жер пайдалану құқығын табыстау, тұлғаға жер пайдалану құқығын тікелей мемлекеттік рұқсатнама арқылы ғана беріледі. Ал азаматтар заңдарға немесе заңды тұлғалар жерді пайдалану құқығын табыстау облыстық маңыздылығы бар қаланың, мысалы, аудандық, сонымен бірге жергілікті атқарушы органның жер учаскелерінің құқық табыстау жөніндегі құзыреттілігіне сәйкес, шешіміне сәйкес іске асады. Немесе соған сәйкес жүргізіледі екен. Бұның өзі не дейді? Жай ғана мысалы жер учаскесін алды, енді сол жер учаскесін өздеріне қайтарып алу актілерін қолдану деп есептелмейді. Оның өзі жаңағы айтып кеткендей бірнеше элементтерден немесе этаптардан тұрады екен. Мысалы, облыстық республикалық маңызы бар қала, Астана, ауданның басқа да облыстық маңыздылығы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік емес жер пайдалану учаскелерін уақытша пайдалану құқығына табыстаған кезде уақытша жер пайдалану құқығын, сонымен бірге басқа да шешім негізде жердің пайдалану жер учаскелерін жалға беру шарттарын немесе уақытша өтеусіз жер пайдалану құқықтары арқылы
іске асады екен. Осы шарттардың бәрінің орындалуы, оның іске асуы, оның тіркелуі, кейін оның мысал белгілі бір дәрежеде өзіндік ерекшелігімен іске асуының барлығы жер кодексінде қарастырылады. Ал жер кодексінің өзіндік ерекшелігі де сода, ол бірден меншікке, мемлекеттік меншіктен жер меншігін, жеке меншік жаңағы структурасына өту, жеке меншіктің өзіндік белгілі бір рұқсатнамалар, жаңағы айтқан республикалық маңыздылығы бар, облыстық, қалалық маңыздылықтары бар, немесе аудандық жергілікті атқару органдарының тіркелу арқылы ғана іске асатындығын ескеруіміз керек. Әрине, Қазақстан Республикасының әрбір азаматы жерді пайдалану құқығын, ол жаңағы тұлғаның жерді пайдалану құқығындағы жерді пайдаланудың бірнеше элементтерін орындау құқығын, сонымен бірге билік ету құқығын, оның құқықтық қарым-қатынастар іске асыру салдарынан пайда болатын жаңағы иелік құқығын, пайдалану құқығын, билік ету құқығын пайдалануға міндетті түрде тиісті екен. Бұл жерде осы үш құқықтың өзіндік ерекшелігі де сода, Қазақстан Республикасының әрбір азаматы өзіндік пайдалану құқығындағы негізгі элементтерін дамыту салдарынан осындай экологиялық жаңағы құқықтарды немесе меншік құқықтарын пайдалана алады екен. Енді осы бүгінгі лекция дәрісімізді қорытындылай келе, жалпы жерді пайдалану құқығындағы сіздің билік ету құқықтарыңыз, сонымен бірге соны пайдалану құқықтарыңыз, тіпті соған жаңағы иелену құқықтарыңыздың жеке әрбір Қазақстан Республикасының құқығы ретінде, азаматтарының құқығы ретінде танылуына біз жағдай жасаймыз. Ол жер туралы заңның өзінде қарастырылған осы құқықтың барлығы реттеліп отыруға тиісті деп. Ал енді қыздар, осымен біздің 9-шы дәрісіміз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса біздің жаңағы электрондық поштамызға хабарласып сұрауларыңызға болады. Келесі дәрісте кездескенше сау саламат болып тұрыңыздар.